Өмірде әртүрлі жағдай болады екен ау деп жатырмын да, сторис салмасам болмайын деп жатыр. Той иелері, енді разный тойға барасың, иә. Бір той иелері Талғардан ана күні, кажется, құдалығымен тойды бірге басқарды ау деймін солар. Ол тойға енді біз бара алмай қалғаннан кейін Бексұлтан, біз енді бірнеше адамдарды жібереміз да, өзіміздің тамада жігіттеріміз бар жіберетін. Бізге келген тойды, мысалы, біз бос болмай қалсақ, сол той иесі Талғарда тұратын үлкен кісі, үлкен басымен, білмеймін, уже 2 аптама, шаптама өтті ау деймін, кажется. 4 бір айдай өтіп кетті ау деймін, кажется. Бүгін суретін салам сол кісінің. Қышасын бермей, Бексұлтан уже Талғарға бірнеше рет барып келді. Анау болды, ұхит болды, сұхит болды, тойымыз өзін ақтайды деп едік, ақтамай. Оның бізге қатысы қандай, сіздің тойыңыз өзін ақтай ма, ақтамай ма? Біздің өзіміздің жігіттердің камераның ақшасы бар, тамаданың ақшасы бар беретін, бишілердің ақшасы бар, иә? Қаншама жұмысты істетіп алып, бетте кетпей, ақшаны бермей отыр. Не деген сұмдық? Бізде осындай жағдай баяғыда бір болған. Қазығұртта бір той иесі солай тойларын басқартып алып, одан кейін жаңа келіні, ойбай, мен ақшаңызды жібереміз, анау болды, мынау болды деп, сөйтсек, оказывается, үй ішіне айтпай бізді жіберіп жүрген өтірік, апам қайтыс болды, анау қайтыс болды деп. Содан кейін мен сторисыма салып зорға жіберген ақшаны. Күйеуіммен ажырасайын деп жатырмын, өшіріңізші сторисыңыздан, пожалуйста, үйдегілер білмейді деп, представляете? Енді осындай тағы да жағдай, бірақ бұл жолы үлкен кісілер былай істеп жатқан. Бала шағалары білмейді екен, бала шағаларына тойдың ақшасын бердік деп айтқан екен. Мен бүгін қазір видеографтардан сурет видеоларын барлығын сұратып жатырмыз. Кешке үйлеріне барып босағаннан кейін жібереміз деді. Бұйырса саламын. Ондай сұмдықты мен вообще таң қаламда, тойларын басқартып алып, ақшаны бермеу деген не деген сұмдық, осындай адамдар өмірде болады екен. О, Алла. Короче, Бексұлтан той ұйымдастырады, иә. Ол жерде, мысалы, той келеді. Одан кейін бізде Ернар, Әлішер деген қосаяқтағы жігіттер, мысалы, біз бос болмай қалсақ, біз айтамыз, біз бос емеспіз ол күні. Бірақ біз осындай жігіттерді жібере аламыз, тойыңызды ұйымдастырып бере аламыз. Иә, келіседі, той иесімен бірнеше рет кездеседі Бексұлтан, иә, барлығына келісіп, жаңа камера барлығын алады. И той біткеннен кейін сразу каждый бишілер өз ақысын алу керек, камерасын ақысын алу керек, тамада. Поверните налево. Алу керек. Ол жерде, кстати, Ернар басқарған, біз ұйымдастырған кезде Ернарды жіберген болатынбыз. Енді той, жаңағы тойда қызмет қылған камералар, бишілер, басқалары ақшаны бізден требовать етеді. Потому что той иесімен тікелей сөйлескен біз. А бізге ақшаны бермей жатқан той иесі ана күні бір емес бірнеше рет уже Бексұлтан барды. Бүгін де міне, мысалы, кешке бізде тойымыз бар, бірақ біз жынды адам сияқты Бексұлтан қазір ана үйдегі ремонтын тастап кетті Талғарға. Барып отырсам, біз үйде емеспіз деп. В общем, не айтпағым, тойды жасайым дейсіздер ма? Той ақтай ма өзін, ақтамай ма? Тамада, биші, камера, олардың сіздің тойыңызға ешқандай қатысы жоқ, ол ақтай ма, ақтамай ма? Ақшаға келістіңіздер ма? И то біздің сумма анау айтқандай елдердікі сияқты каталогтан түкіретін баға емес, халықтың қалтасы көтеретін аз-маз ғана сумма, соның өзін желкеден шығарып осындай ситуация істеп отырған білмеймін енді. Қош деп ән үндемедік, мін үндемедік. 10 тамыз болыпты тойы. Бір күннің өзіне шыдамайды басқа нелер. Бізден күнде требовать етеді. Почему мы должны сөз естуге елден? Сіздің тойыңыз үшін неге біз сөз есту керекпіз? Қалай ұялмай беттеріңіз табақтай болып отырсыздар үйлеріңізде, шай тамақтарыңызды ішіп, біреудің ақысын жеп, сол жерге биші қыздар барды, қаншама алыс жерден, иә? Жап-жас өрімдей қыздар сол жаққа барып қызмет етті. Қалай төлемейсіздер ақшаны? Мама келіп мауқымды баса алмай жатырмын. Күнде осы өстіп келем да өстіп, шоқтап, шипалап. Бағана тойдан шыққаннан кейін бір рекламный съемкаға барып, түнгі сағат 12:30-да бірақ босадым ғой бүгін. Сөйтіп келіп емізіп тастадым Османды. Ертеңнен бастап енді дәрі алып ішсем, балаға да стресс болып, пресеймбей қалады. Кеше ауылға кетті, мама ауылға кетті, бала қарайтын адам жоқ болып, мама алып кетті. Мен тәттім, мауқымды баса алмай жатырмын, Құдай бере салғаным, күннің ұйықтамай жатқан қараш, түнгі сағат 2 болды, әлі жатыр. Пысылдап жатыр өз тәтті болып.